Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Бүгін сіздермен эпилепсиямен ауыратын науқастардың тамақтану туралы сөйлесетін боламыз. Қандай тамақ жеуге болады, қандай тамақ жеуге болмайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, комментариялар жазып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді егер сіздерге балаларыңызға немесе ересек адамға эпилепсия диагнозы қойылған болса, онда ешқандай диета сақталмайды. Яғни қандай тамақ диагнозға дейін қолданды, сол тамақты қолдана берсе болады. Яғни ешқандай диета ұсталмайды. Егер сіздерде эпилепсияның ауыр түрі фармакорезистентті эпилепсия болатын болса, яғни дәрі-дәрмекке көнбейтін эпилепсия болатын болса, онда кетогендік диета дәрігер тағайындауы мүмкін. Бірақ бұл диетаны үй жағдайында өз еркімен ұстамайды. Бұл диетаны міндетті түрде дәрігердің рұқсатымен, дәрігердің бақылауымен, бүткіл анализдермен, іш құрылыстың тексерумен бірге арнайы диета арқылы кетогендік диета ұсталады. Бұл диетаның мақсаты ағзада өте майлы тағамдарды қолдана отырып, яғни етті тағамдар, сүтті тағамдар, әртүрлі орехтардың түрлері, сол жаңғақтардың түрлері, бұлардың барлығы ағзада кетонда түзілуін көбейтеді. Бұл кетон бізде эпилепсия приступтарын азайтады. Дәлелденуі бойынша 45% жағдайда эпилепсиялық приступтар азаяды. Бірақ бұл диетаны ешқандай препарат көмектеспеген жағдайда және де фармакорезистентті эпилепсияның түрі болған кезде ғана тағайындалады. Бұл кезде міндетті түрде қайта-қайта анализ тапсырып, бауырды қайта-қайта тексеріп отыру керек. Өйткені ауыр майлы тағамдар біздің бауырымызда показательдарды көтеру мүмкін, яғни бауырдың функциясы кішкене бұзылуы мүмкін. Сондықтан бауырды емдеп отырып, бұл диетаны ұстанады. Басқа жағдайларда, егер сіздің приступтарыңыз жақсы контрольда ұсталынатын болса, ешқандай диета ұсталмайды. Осы видео пайдалы болған болса, астына комментарияларыңыз жазып, лайктарыңызды басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.